بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعات Allah'ın kavliyle Allah kalasa sizlerмен bugün siradan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanının kitap бастағалы жатырмыз. Allah'ın kavliyle bu Nurul Yaqin деген kitap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömürü жайлы жазылған. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömürü жайында көптеген кітаптар, көптеген еңбектер бар. Сол еңбектердің ішінде осы кітап ең қысқа жазылған, оңай жазылған, андай жамаатқа жеңіл болу үшін да. Бұл кітапты Аллах Тағала қабыл еткен ислам мемлекеттерінде қаншама медресе, институттарда, университеттерде оқылатын кітаптардың бірі. Енді бұл кітапты жазған кісі туралы, бұл кісі Шейх Мухаммад Худари деген кісі жазған. Шейх Мухаммад Худари рахималла, бұл кісі 1872 жылы Мысыр қаласының, Мысырда Каир қаласында туған. Астанасы Каирда. Бұл кісі әке-шешесі иманды, салихалы, ізгі адамдар болғанда, әкесі Әл-Асқарды бітірген, ол кісі де ғалым болған, өзінің тұратын жерінде сондай имам болып қызмет атқарған. Сол бала кезінен, кішкентай кезінен бұл кісі де рахималла дінге қызығып өскен. Бұл кісі ислам тарихына, тарихқа қызыққан. Қаншама пайғамбарлар туралы, сахабалар туралы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның өмірі жайлы жазып кеткен. Бұл кісі Әл-Асқарда оқыды. Сол Каир қаласында Дарул Улумда оқыған. Сол жерде қызмет атқарған. 1927 жылы сол Мысырда бұл кісі қайтыс болады. Енді сира дегеніміз не? Сира деген Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның туғанынан бастап бұл дүниеден өтіп кеткенге шейін болған оқиғалары, бастан кешкендері, соны сира деп айтамыз. Енді сираны білу не үшін керек? Не үшін сираны білуіміз керек біз? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмір баянын не үшін білуіміз керек? Аллах Тағала Құранда айтады, Ахзаб сүресінде: "Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана." Сонда сендер үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның бойында ең әдемі, ең жақсы үлгі, өнеге бар дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның өмірі ол біз үшін үлгі. Ешқандай өмір басқа біз үшін үлгі емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның өмірі тұрған кезде. Осыны үлгі тұтуымыз керек екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның өмірін үлгі тұтуымыз керек. Неге? Өйткені Аллах Тағала Құранда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның өмірімен, бірақ кісінің өмірімен ғана ат еткен, ол Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салlam. Ла амрук деп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның өмірімен ат еткен Аллах Тағала. Неге? Өйткені Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның өмірі әр секунды, әр минуты, әр сағаты толығымен Аллах Тағала, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның өмірі Аллах Тағала разы болған өмір. Аллах Тағала разы болғандықтан сол кісінің өмірімен ант етіп жатыр да. Өміріңмен ант етемін деп жатыр. Бұл өмір берекелі өмір, Аллах Тағала разы болған өмір болғандықтан біз осы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмірін біле отырып, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмірін жаттай отырып, соған солай өмір сүруге тырысуымыз керек дейді. Болмасаң да ұқсап бақ деген сияқты біздің өмірімізге де Аллах Тағала разы болсыншы.
пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өміріне қалай разы болды, біздің өмірімізге де солай разы болсын иншалла деген ниетте, сондай мақсатта оқиды екенбіз ғой. Тағы бір аятта Аллах Тағала айтады: "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттаби'уни юхбибукумуллаху ва яғфир лакум зунубакум валлаху ғафурур рахим." Мұхаммед айт дейді. Мұхаммед айт, егер де сендер Алланы жақсы көретін болсаңдар, Алланы жақсы көрсеңдер, онда менің артымнан еріңдер деп айтты. Егер біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның артынан ерсек не болады? Юхбибукумуллах, Аллах Тағала сендерді жақсы көреді. Ва яғфир лакум зунубакум, күнәларыңды кешіреді. Аллаху ғафурур рахим, шынымен Алла мейірімді, кешірімді дейді. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірін осы себеп болып тұр ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның артынан еруіміз себеп болып тұр. Неге? Аллах Тағаланы жақсы көруімізге, және Алла бізді жақсы көріп, біздің күнәларымызды кешіруіне себеп болып тұр да. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірін білмейтін болсақ, біз оған қалай ереміз деген мәселе болады да. Сондықтан біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірін жақсы білуіміз керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: "Ад-дину насиха", дейді. Ад-дину насиха, дін ол шынайылық. Дін ол шынайылық дейді. Дін ол адал болу, адалдық дейді. Онда сахабалар сұрайды: "Я Расулалла, лиман?" Кім үшін, кімнің ақысында біз шынайы болуымыз керек? Кімнің ақысында біз адал болуымыз керек деген кезде, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Лилля, Аллаға шынайы бол. Вали китаби, оның кітабына, және оның пайғамбарына, және аиматил муслимин, барлық мұсылмандардың басшыларына, вали амматихим, және барлық мұсылмандарға шынайы болу." Осы бес затты айтты да. Енді шынайы болу деген, адал болу деген қайдан шығатынын айтады да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға шынайы болу деген, шынайылық ол сүйіспеншіліктен шығады дейді. Енді біз қашан шынайы боламыз деген кезде, оның айтқанын істеп, сүннетін істеумен ғана пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға шынайы бола алмаймыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға адал бола алмаймыз дейді. Тек қана оның сүннеттерін істеп қана. Жоқ дейді. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтты: "Егер де сендер", дейді, сахабаларына айтып жатыр, "Сендер мені", дейді, "сендер мені өздеріңнің әке шешелеріңнен, өздеріңнің бала шағаларыңнан артық жақсы көрмегендеріңше, сендер толық иман келтірген болмайсыңдар", дейді. Әке шешелеріңнен, бала шағаларыңнан да артық жақсы көрмейінше толық иман келтірген болмайсыңдар деп жатыр да. Енді ол шынайы болу, ол сүйіспеншіліктен шығады. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзін жақсы көруді, ол әкесі баласын қалай жақсы көреді, және баласы әкесін қалай жақсы көреді, соған теңестіріп жатыр да. Егер әкесі осыны істе деп бұйыратын болса, баласы соны істейтін болса, ол баласы әкесін жақсы көріп кетпейді ғой. Немесе күйеу айтатын болса әйеліне, "Сен осыны істе" дейтін болса, әйелі соны істеген болса, ол әйелі жақсы көріп кетпейді ғой күйеуін деген сияқты ше. Ондай емес. Бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды жақсы көру, мынау әкесі мен баласының арасындағы махаббатпен теңестіріп жатыр да. Біз әке шешемізді қалай жақсы көреміз, бала шағамызды қалай жақсы көреміз, сондай махаббатпен, сондай сүйіспеншілікпен жақсы көріңдер деп жатыр да. Ол жүректің мәселесі. Тек қана оның сүннетін орындаумен ол сүйіспеншілік болмайды деп жатыр да. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды біз қалай жақсы көреміз? Егер біз оны танымасақ та, егер біз оның қандай болғанын білмесек, ол қандай істер жасағанын білмейтін болсақ, біз оны қалай жақсы көреміз дейді.
соны білгенде ғана, үйренгенде ғана біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды шынайы танимыз. Танығаннан кейін бірақ сүйіспеншілік пайда болады. Сүйіспеншілік пайда болғаннан кейін біз адал бола аламыз, шынайы бола аламыз пайғамбарға. Сол кезде ол дін болады, шынайы иман келтірген адам болады. Бәрі бір-бірімен осылай связан дейді ғой, сондай болып тұр да. Енді Зейнул Абидин деген кісі болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қызы Фатима радиаллаху анхадан тараған шөбересі Зейнул Абидин. Сол кісі айтады, біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаянын Құран жаттаған сияқты жаттайтынбыз. Құранды қалай жаттаймыз? Біз Альхамдулиллахи раббил аламин ар-рахманир рахим деген сияқты жатқа білеміз. Сол сияқты біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірін солай жаттайтын едік дейді. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірін білу, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаянын айтып отыру, жаттау, бұл сондай береке әкелетін зат. Халима анамыздың өміріне қалай береке келді дейді. Сол сияқты Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаянын оқу, оны білу, оны жаттау, сол сияқты адамға береке әкеледі дейді. Енді сира жайлы, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірін білу жайлы фазилаттар көп, пайдасы көп. Ғалымдарымыз айтып кеткен. Имам Зухри рахималла айтады, осы дүниенің ілімі және ақыреттің ілімін игеру дейді. Сираны білу, ол дүниенің ілімін игерумен және де ақыреттің ілімін игерумен тең дейді. Неге? Өйткені Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірін білсеңіздер, өмірде, күнделікті өмірде бір ситуацияға келген кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұндай жағдайда не істеді? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұндай жағдайда не істегенін білетін болсаңыздар, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сияқты істеп Алланың разылығын табуға болады. Және де ол ақыреттің ілімін игеру дейді. Неге? Өйткені ақыретте егер Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көп айтатын болсақ, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірін білетін болсақ, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ертең бізге иншалла шафағат етеді, шафағатшы болады. Бұл сира деген, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам деген ілімі ақидада бар ғой. Ақидада бірінші Алла жайлы айтылады. Үшке бөлінеді осы ақиданың ішінде. Алла жайында және де пайғамбарлар жайында, сосын самаят, ол ақирет жайында айтылады. Мына жерде екінші бөлімінде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлар жайында айтылады. Болып тұр да. Енді Абу Хасан Надауи рахималла айтады, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірін білу, ол иманды күшейтетін шам шырақ сияқты дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірін білу, ол иманды күшейтіп тұратын шам шырақ сияқты дейді. Сондықтан сендер бұл шам шырақтан айырылып қалмаңдар дейді. Егер қараңғылықта шам шырағың болмайтын болса, сендер адасып кетулері мүмкін. Немесе бір жерге құлап, сүрініп, бір жерлерінде ауыртулары мүмкін деген сияқты да. Сондықтан бұл шам шырақты жоғалтып алмаңдар деп жатыр да. Осындай көптеген пайдалары бар. Уақыттың тығыздығына байланысты барлығын айтып үлгере алмай жатырмыз. Сондықтан Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның артынан шынайы ерушілердің қатарынан қылсын, иншалла. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.